Саламатсыздар ма балалар? Бүгін 14 қыркүйек. Тілдік қатынас, дауысты дыбыстар, жасалуы, жіктелуі. Адамдардың өзара қарым-қатынасы қандай жағдайда жүзеге асады? Тілдік қатынас және тілсіз қатынас. Қазір ол жайында жеке-жеке тоқталатын боламыз. Міне, мына жерде не байқап тұрмыз? Спортшылардың өз жеңісінде немесе жеңілісінде эмоциясын сыртқа шығарып тұр, е? Онда бұл тілсіз қатынасқа жатады. Міне, тілсіз қатынастың тағы бір түрі. Жарайды деген білдіріп тұр бірінші суретте, е? Ал екінші суретте ойланып, қиналып, мен білмей отырмын деген мағынаны білдіріп отыр. Мында ше, не көріп тұрмыз? Біріншісінде жақсы көремін деген білдіріп тұр, е? Екіншісінде өте тамаша деген мағынаны білдіріп тұр. Сонда адам тілдік қатынас, яғни сөйлемей-ақ мен сені жақсы көремін, немесе сен жақсы айттың деудің орнына осындай қолдарының белгілі бір іс-әрекеттері арқылы өз ойын жеткізе алады екен. Міне осыны біз тілсіз қатынас деп айтамыз. Тілдік қатынас балалар екі түрлі болады: ауызша және жазбаша. Ауызша тілдік қатынас адамдардың бір-бірімен әңгімесі, сөйлесуі. Ал жазбаша қатынас болса, тілдік қатынас, ол жазбаша түрде берілгені. Ол белгілі болып тұр, түсіндік. Оқылым тапсырмасы балалар. Бірінші А тапсырма 20 беттегі сұрақтарға жауап береміз. Тілдік қатынас дегенді қалай түсінесіңдер? Тілсіз қатынастың түрлерін атаңдар. Ауызша және жазбаша тілдік қарым-қатынасқа тән ерекшеліктерді атаңдар. Яғни балалар, бірінші тапсырманы оқып аламыз, сосын сол бойынша осы сұрақтарға жауап береміз. Тапсырманың дескрипторы сұрақтарға нақты жауап береді, қатесіз жазады, көркем жазады. Енді грамматикалық тақырыбымыз балалар біздің дауысты дыбыстар. Біз бастауыштан бері білеміз, балалар, дауысты дыбыстар таза үннен шығады. Ал үн өкпеден шыққан ауаның дауыс шымылдығынан өткендегі дірілінен пайда болады екен. Дауысты дыбыстардың үш түрі бар. Ол тілдің қатысына қарай, жақтың қатысына қарай және еріннің қатысына қарай үшке бөлінеді. Тілдің қатысына қарай жуан және жіңішке. Жақтың қатысына қарай ашық және қысаң. Еріннің қатысына қарай еріндік және езулік. Бұл қалай жасалады? Тілдің қатысына қарай, яғни дыбыстар жуан немесе жіңішке болып айтылады сөйлеген кезде. Міне соған байланысты бөлініп тұр. Ал жақтың қатысына қарай дауысты дыбыстарды айтқан уақытта жағымыз үлкен болып кеңінен ашылады, немесе тар болып ашылатын уақыттар болады. Мысалға, А, Ә, Е, О, Ö дегенде жағымыз үлкен болып ашылды. Ал О, Ү, У, Ә, И деген дыбыстарды айтқан уақытта жағымыз қысыңқы болып ашылғандықтан қысаң дауыстылар деп айтылады. Ал еріннің қатысына қарай өзі белгілі болып тұр, ерін арқылы жасалатын дауысты дыбыстар еріндік деп айтылады, ал езу арқылы жасалатын болса езулік деп айтылады. Мысалға, О, Ү, О, Ү, У деген кезде ерніміз дөңгеленіп алға қарай шығыңқы болып тұр. Сондықтан да ол еріндік дауыстылар деп айтылады. Ал А, Ә, Е, И деген кезде езу арқылы, езуіміз екі жаққа кету арқылы айтылғандықтан оны езулік дауыстылар деп айтылады екен. Ал балалар, енді осы видеода осы бетті тоқтатып қойып, немесе оқулықта да бар, тауып алып,
осы дыбыстарды өзіміз айтып көреміз және міндетті түрде жаттап аламыз. Жарай ма? Жаттап алып, маған аудио арқылы жіберсеңдер болады. Барлық дауысты дыбыстар дауыссыздармен тіркеседі және сөзде буын жігін құрайды. Яғни, буынғырауда міндетті түрде дауысты дыбыс қатысады, иә? Бір сөзде қанша дауысты дыбыс болса, сонша буын болатындығын біз білеміз. Ол дауысты дыбыс дауыссыз дыбыспен тіркесу арқылы сөз құрайды. Енді жазылым тапсырмасы 9-шы Б тапсырма 23-ші беттегі берілген сөздердегі ашық қысаң дауысты дыбыстарды табыңдар. Тіл, сөздік, мың, 90, әріп, оқу, суық деген сөздер берілген. Солардағы, сол сөздердегі ашық қысаң дауысты дыбыстардың астын сызып қойсаңдар болады. Дескрипторы ашық және қысаң дауыстыларды табады, қатесіз көркем жазады. Құрметті оқушылар, осы тапсырмаларды дәптерлеріңе міндетті түрде жазасыңдар. Және де мен қазір жүктей алсам, Білімлендке жүктеймін. Жүктей алмасам, онда тағы да сілтеме арқылы өздеріңе жіберемін. Бәрібір барлығын дәптерге орындап, маған жіберетін боласыңдар. Жарай ма? Өйткені сендердің кешегі аптадағы сабаққа қатысуларың маған ұнамады. Енді мен ата-аналарың арқылы шығатын болам, тапсырманы орындамаған балаларды. Және мен өзімнің пәнімді ғана емес, басқа пәндердің барлығын қадағалаймын. Бірінші күннен бастап қадағалап, барлығыңа, ата-аналарыңа шығып сөйлесіп отыратын боламын. Қосымша тапсырма балалар, дауысты дыбыстардың түрлерін жаттап алыңдар. Жаңа айттық қой, тілдің қатысына қарай, тағыненің қатысына қарай дедік, жақтың қатысына қарай дедік, және ерін мен езудің қатысына қарай. Сол үш түрін түгелімен жаттап аламыз. Ашық дауысты дыбыс қайсы, жуан дауысты дыбыс қайсы деген кезде айтатындай боламыз. Мен ертең сендерге қатысып отырған балалармен ертең деп ғой, кешіріңдер. Бүгін сендерге видеозвонокпен шығуым мүмкін. Ал сау болыңдар балалар.